Ассалаумалейкум достар, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бордақылау процесін бастадық. Бұқаларды байлағанға тура міне бір апта өтті. Бүгін екінші аптаның басы. Осы процесс сіздерге видеоға түсіріп, бөлісіп отыруды жөн көрдім. Күніне 2 мезгіл таңертең және кешке жем беріп отырық. Мен бұл салада тәжірибем аз, сондықтан өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді астына комментария қалдырып жазып отырыңыздар. Мен бәрін қарап, оқып, ескеріп отыратын боламын. Нәтижесін бірге көретін боламыз. Ал енді шары қарай жалғастырайық. Қазір сіздерге жемнің мөлшерін көрсететін боламын. Осындай ожаумен бір апта ойы осындай ожаумен бір-бірден беріп шықтым. Бір апта ойы. Міне осындай ыдысқа. Енді қазір екінші аптаға кетті. Жемнің мөлшерін кішкене көбейтеміз. Осындай бір жарым ожау аламыз да үстінен тағы қосамыз. Осылай шамамен 3-4 күн бақылап осылай береміз. Одан кейін толығымен 2 ожаудан қосатын боламыз. Бұған сосын тағы да 1 кесе ұн және 1 уыс тұз қосатын болады. Сосын ары қарай бақылап бұқалардың аппетитіне байланысты ожауды жаңағындай көбейтіп отыратын боламыз. 2 ожау, 3 ожау сөйтіп көбейтіп қарап отыратын боламыз. Егер жемей қалып кішкене ыдыстың соңында қалып жатса, онда азайтамыз. Сөйтіп біраз береміз, одан кейін қайттан көбейтіп, сөйтіп тексеріп көреміз. Сын тағы бір айтатын мәселе, таңертең алғаш жемді бермес бұрын кішкене шөп беріп алған дұрыс. Одан кейін жаңағы жемді бере берсе болады. Асқазанына кішкене асқазанын дайындап. Жалпы осы лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер.